Бүгін біз сіздерге бауырсақ ертегісін айтамыз. Ертеде бір шағын ауылда ата мен апа өмір сүріпті. Ата мен апа тату тәтті, бақытты ғұмыр кешіпті. Олар екеуі ғана тұрады екен. Кемпір, қамбаның түбін қақсаңшы, елеушпен елеш. Қарны ашқан шалыңа бауырсақ пісіріп берсеңші. Әй, кемпір, бауырсақ жегің келіп жүргені, бауырсақ пісіріп берші. Жарайды, шал, бауырсақ пісіріп берейін. Ойбай, мынау қамбада он аз ғой, бауырсаққа жете ме екен өзі, а? Қамбадағы аз оннан бауырсақ жасауға кіріседі. Міне, ұнымыз дайын болды. Енді қамыр илейік. Енді қамырымыз дайын болса, бауырсақ пісірейік. Қамырымыз ашыды. Енді бауырсақ пісіруге қамырымызды жайып алайық. О, дайын бол бауырсағым. Қазір қызарып пісесің. О, қандай әдемі бауырсақ. О, бұл керемет. Енді жүгіре аламын ба? Міне, дайын болды. Енді суытып алайық. Терезенің сырты қандай әдемі. Ура! Енді еркінмін. Мені талай қызықтар күтіп тұр. Мен еркінмін. Енді мені талай қызықтар күтіп тұр. Әй, кемпір, қарным ашты. Бауырсақ дайын ба? Жаңа ғана пісіріп қойдым. Ойбай, масқарай. Бауырсақ жоқ қой. Ате менің атымбың бауырсақ, қызарып пістіме көңілім шат, атайдан да құтылдым. Сен кімсің? Мен бауырсақпын. Сен өте дәмді көрінесің. Қарным ашып тұр, сені жегім келеді. Жоқ, мені жеме. Мен саған ән айтып берем. Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қоян сенен құтылу, қиын емес аң бұл маған. Тоқта, сен қайда барасың? Осылайша бауырсақ қоянға ән айтып, қашып кетеді. Қашып кетті ғой аттең. Бауырсақтан айырылып қалдым ғой. Бұл не екен өзі? Алыстан бірдеңе келе жатқан сияқты. Әй, сен кімсің? Мен бауырсақпын, өзіме дос іздеп келе жатырмын. Сен дәмді сияқтысың, мен сені жейім. Мені жемеш, мен саған ән айтып берем. Қандай ән айтасың? Тыңдап көрейік. Иә, мен әнді әдемі айтамын. Жарайды, әніңді тыңдайын, бірақ сосын сені жеймін. Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қояннан да құтылдым, қасқыр, сенен де құтылам. Мен қашамын, сен ұстай алмайсың. Бауырсақтан айырылып қалдым ғой. Мені талай қызықтар күтіп тұр. Мені ешкім жей алмайды. Бұл не домалақ? Мен бауырсақпын. Саяхаттап жүрмін. Сәлем, сен кімсің? Мен бауырсақпын. Орманда достар іздеп жүрмін. Иісің қандай әдемі, өзің сондай дәмді көрінесің. Мен саған ән айтып берейін бе? Атамнан да қаштым, апамнан да қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, сенен де қашамын. Бауырсақтан айырылып қалдым ғой.
Мені талай қызықтар күтіп тұр. Мені ешкім жей алмайды. Мен өзіме дос іздеп келемін. Қандай тәтті бауырсақтың иісі шығып жатыр. Жаңа піскен бауырсақ келе жатыр. Сен қайда асығып барасың? Кел, дос болайық. Сенің иісің қандай керемет. Я, мен жаңа піскен бауырсақпын. Апамнан қашып келе жатырмын. Қарным аш, сені жегім келіп тұр. Мені жемеш, мен саған ән айтып берем. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңілім шат. Қамбаң түбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпенен ілеген, күйдірмей майға пісірген. Атайдан да құтылдым, азайден де сытыл, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да сытылдым. Түлкі сенен құтыл, қиын еместен бұл маған. Әй, бауырсақ, қайда барасың? Менен қашып барасың ба? Әй, бауырсақ, сен неткен әдемісің, дөңгеленіп күндей жарқырайсың. Бауырсақ, менің құлағым нашар естиді. Сен маған жақынырақ келші. Мұрныма шығып отырып ән айтсаң, анық естимін. Жақсы, айта берем. Қиын емес бұл маған, ән айтсам шаттанам. Мен түлкінің мұрнында отырмын. Неткен дәмді бауырсақ. Ол менің қу түлкі екенімді білмейді ғой. Жаңағы әнің жақсы болды. Ал дәмің одан да керемет екен. Менен ешкім қашып құтыла алмаған. Балалар, бұл ертегінің бір мәні мақтаншақ болмау. Кім көп мақтанса, соның ақыры жаман болады. Балалар, бәріне сене беруге болмайды. Әдемі сөзге алданып қалған бауырсақ түлкінің қулығын байқамады. Бұл ертегі бізге үлкен сабақ береді. Мақтанба, әркімге сене берме. Тек ақылды, сақ бол. Достар, біздің арнаға жазылыңыздар. Керемет ертегілер мен қызықты видеолар сіздерді күтіп тұр.